Төртінші тарау. Тағат, ғибадат туралы. Әй, ұлым, мұны білгін. Тәңірім дәулетті адамға екісті парыз етіп бұйырды. Біреуі қажыға бару, екіншісі зекет беру. Пенденің жеткілікті дәулеті болса, Меккеге барып, зиярат етуді парыз деп түсінуі шарт. Қаражаты аз, дәулеті кем адамға қажыға бару шарт емес. Дәулетті адам дені сау бола тұрып, қажыға бармаса, ол адам байлықтың ләззатынан құр алақан қалады. Өйткені адам сапарға шығып, дүниенің ләззатын сезеді. Көрмегенін көріп, жемегенін жеп, естпегенін есту арқылы тән азығымен жан азығын байытып, дүниенің жақсылығы мен жамандығынан хабары болады. Сапарға шығудың тағы да бір пайдасы түрлі нәрсені көреді, естігеніне күмәнданудан арылады. Бір затты естуден гөрі көзбен көрген абзал. Қажыға барушылар жиған дүниесінің пайдасын көрушілерге жатар. Сондықтан да дүниесі кемдерге қажыға барамын деп талаптану әлін білмеген әлек аттыға еріп, жаяудың таны айырылыпты дегенге саяды. Кедейлердің қажыға баруы шақырылмаған қонақ сияқты болады. Сондықтан Меккеге баруға күшің жететін болса ғана талап еткенде, күшің жетпейтін болса, өзіңді өзің әлекке салып қинамай, Құдайдың басқа да құлшылығын орындай бер. Меккеге бару үшін ең алдымен жолға жетерлік дүние керек, екінші денсаулық керек, үшінші жол қиыншылығына шыдайтын денсаулық керек, үшінші жол қауіп-қатерлі болмауы шарт, төртінші көңілді дүние талабынан шектеп, нәпсіні тыйып, ғаріптік жолға түсу керек, бесінші қажылықтың мәнін білу керек. Осы 5 шартты орындаған жағдайда қажылық өз дәрежесінде болып, оның рахатына кенелесің. Әй, ұлым, мұны ұғын, ендігі парыздың біреуі зекет беру. Бұл парыз қажыға барудан зәру. Өйткені қажыға барамын деп ниет еткен адам биылғы жылы бара алмаса, келесі жылдары бара берсе болады. Ал зекетті олай етуге болмайды. Қажылықты өмірде бір рет жасаса да жеткілікті. Зекет беру дүниесі бар бай, дәулетті адамның жыл сайын орындайтын парызы. Патшаның патшалығы әділдігінде, байлардың байлығы кедейлердің қадіріне жете білгенінде. Мысалы, патшалар нөкеріне еңбекақы бермесе, олар патшаның сарайын күзетпейді. Патша жалғыз қалады. Байлар да солай, кедейлерге сый құрмет көрсетпесе, байлығының қадірі болмайды. Дүниедегі адамның бәрі бай болса, кедей деген атта болмас еді. Дүниедегі барлық адам кедей болса, байлықтың мәні болмас еді. Құдайдың құдіретімен біреуді бай, біреуді жарлы, біреуді патша етті. Бір-біріне тәуелді етіп бағындырды. Дүниенің түзілісі де осылай деуге болады. Әй, өлім, білгенің жақсы. Тәңірім пендесін 2 топқа бөліп жаратты. Бір тобы нәпақа беруші, екіншісі нәпақа алушы. Сондықтан дүниедегі пенденің бірі бай, бірі жарлы, бірі халық, бірі патша. Патшаның қуаты жасағының көптігімен, байдың қадірі жоқ-жоқанаға қарасумен артады. Қай кезде болмасын, патша өз әскерін бағалап, қадірлей алмаса, жауының алдында әлсіз болады. Байлар да жарлыларды қадірлеп, күн көрерлік қаржы беріп тұрмаса, Тәңірдің қаһарына тап болады.